Ақсарбас қазақ халқының рухани азғындап, әбден тоқырауға түскен уақытында мәдениеті мен рухани мұраларының әбден құрсауға түсіп, еуропалық дәстүрге айнала бастаған уақытында ғана өз күшіне еніп, өзіне сезінді ғой. Сонда соның бәрін қайтадан қалпына келтіру сіздің жалғыз өзіңізге қиын болатын шығар. Қиын, ол сөзсіз көмекшілер керек. Енді өзімнің қасымдағы жүрген енді шәкірттер қазір көбісі емес бәрі мәдени жолында жүр. Профессорымыз да ішінде бар, ол домбырашымыз да ішінде бар, Абдулхамид Райымбергенов. Оның басқарған мектебі бар. Мектепте оқып жүрген жасөспірім балалар бәрі де біріншіден өте дарынды, екіншіден өте ақылды, үшіншіден өте сұлу балалар. Ол қазір көрдік екеуміз. Америкадан келген жас жеткіншек мұрагер деген аты. Ол жер дүниенің бәр жиналған тобында чемпион болып шықты. Бірінші жүлдеге соны ие болып келген, сонда домбыраның арқасында. Сол жолға шыққанда, енді ол бала ғой. Қасында шешесі, жаңғы шешесі өсірген соны. Олардан қандай білім болады? Екеуміз, Абдулхамидом екеуміз соның репертуар дейді. Соны бәрін қойдық қондырып орнына. Енді менің қарсы болғаным оның репертуарына домбырамен шетелдің әуендерін айтқаным. Оны әсіресе Рондо турецкий Моцартқа. Мен оны кетпектім, болмайды деп. Көнді. Абдулхамид ол жағынан мынау күй өте ұзын, ал оның несі, тәртібі несі сол бәсекенің. 1,5 минут. 1,5 минутта биіңді, әуеніңді, сөзіңді, әніңді айтып беру керек. 1,5 минут. Соған сүйдіруің керек. Сонда көбісі жүріп келген конкурсанттардың не бір шумақ, не бір тармақ, не бір нотаның бір несі, соған 1,5 минутқа, 1,5 минутқа сүйу керек. Ақаздардың күйлері 1,5 минут. Нағыз ұзындары 2 минут, өте ұзыны 5 минут. Бәрі ұзыны. Сонда сол 1,5 минут екі күйді таңдауы біреусі тез қақпай, екіншісі бөгелек. Біреусінің кішкене енді, соның енді несімен, тәртібімен, кішкене компьютерні не болды, оған қосымы. Ал екіншісін бөгелекті. Шыққандай фонограммасыз, таза жолмен орындады сол бала. Сол екі күйдің арқасында бәрі дүниенің ішіндегі чемпион бұл халық өнерінен. Бұл бала. Үлкен адамдармен бәсекелескен бала. Сонда енді біріншіден енді біз жаңа цивилизацияның енді тірегі болған, омыртқасы болғаннан кейін, омыртқасы да басы да. Онда жердегі біздің көрсетуіміз ұлы философия. Не ұлы білім, не дін. Діндер бітті жарады. Бірақ менің шығарған білімім ол Тәңірдің жалғасы бәрі, анықтамасы. Тәңір діннің анықтамасы. Енді сол себептен қазір Тәңір діні қазір енді жердегі танымал болғаннан кейін дамып бара жатыр. Ішінен енді талай документтер, талай кітаптар сөзсіз шығады. Біз ұмытсақ та шетелдің библиотекасында, кітапханасында бәрінде ол жатыр, ол жазбалар. Америкада, Феникс штатында жатыр, Ленинградта да жатыр, жасырында, Дюссельдорфта да жатыр, Қайырда да жатыр. Анау Бейбарстың несінен қалған, оқиғасынан қалған кітаптар. Нағыз енді күрделі кітаптар, жазбалар Қытайда жатыр. Уақыт келген жоқ, оларды бермей жатыр, қызғанып. Бірақ амалсыздан енді қысым жасайды ғой енді ғарыш. Бәрі де шығады сөз. Өздері алып келіп. Сол, ал екінші онда, оған қосымша, ұлы дінге, Тәңір дініне. Менің ойымша Тәңір діннен, бәрі діндер Тәңір діннен шықты. Түбіне жеткенде. Бәрі ұстап тұрған бұтақтарын. Ислам бұтағын, Иса бұтағын, Яхуди діндердің, Будда діні әсіресе жақын Тәңір дініне, буддизм, индо-буддизм. Тіпті соның ауыздан түскенде біздің дінімізді.
бәрі де бар ішінде. Кармасы да, ахимсасы да бәрі де бар соның ішінде. Сонда, онда түсінікті. Ал онда екінші онда деңгей көрсету. Біздің ұлы мәдениетіміз. Енді мақтамақ қойын, тербес. Қазіргі цивилизация. Менің жазбам бар, биік, бір деңгей биік қазақтың музыкасы, әсіресе күйлері, домбыра күйлері, бір деңгей биік, классиканың музыкасының бір деңгей биік. Сіз сонда ешқандай музыкалық біліміңіз болған жоқ па? Болмаса музыкалық аспапта ойнамай-ақ қатысып көрген жоқ па? Сол мынау күйлердің деңгейін, қазақ күйшілерінің рухани деңгейін, және әлемдік музыкамен салыстырмалы түрде қалай зерттеп шықтыңыз? Ол менің зерттеуім өзімнің заңдарыма сүйену. Ал музыка, ол ғарыштың, гармонияның туындысы болса, онда менің білімім дұрыс. Ал сәйкес болмаса, мен сонда бір жерде қателесіп, шошып кеттім сонда. Бұл қандай бұл? Философия бәрі дұрыс, күйдің бір несі, бір мағынасы оған сәйкес болған жоқ. Сөйтсе мен қателестім. Ол қателескені менің музыкальный білімім жоқ болғаннан. Ал бірақ қасымда енді маған шәкірт болған енді музыканың адамдары бәрі. Солардың сөздерін естіп, Абдулхамидтің домбыраға ойнаған күйлерін естіп, сөйтіп. Сондай шешімге келдім өзім білімге, сондай білімге. Қазақтың жеті мағынасы деген менің қолжазбам бар, екі ақпарақ. Оған қосылған жер дүниенің музыканың классификация деген. Бірінші бөлме қазақтың музыкасы, екінші бөлме классиканың музыкасы, үшінші бөлме шығыс елінің музыкасы бәрінде. Сонда шығыс елінің музыкасы бәрінде 5-ші деңгейде жетеді, ментал дүниесінде. Ал классика музыкасы 7-ші деңгейге жеткен жаңғыз Бах, Яган Себастьян. Ал 6-ші деңгей төмен екі адам Моцарт пен Бетховен. Ал біздің қазақтың музыкасында 7-ші деңгейде тұрған 3 адам, Қазанғап, Әлекей, мен 7-ші деңгейде тұрған. Жаңғыз Бах, бізде 3 адам. Ал Қазанғап, Әлекей сосын? Мен 17-ші жыл. Мен. Ал Әлекей Қоңырава. Әлекей ол Дәулеткерейдің ұстазы. Онда түсінікті. Ал нағыз биік Қазанғап тұр. Ал олардан да бәрі биік тұрған жаңғыз бір төбе Дәулеткерей. Дәулеткерейге теңдес әлемде музыканың жоқ. Ол гиперкеңістіктің музыкасы. Онда келген бізге музыкасы. Оны әлі зерттеу керек, оған әлі жетуіміз керек. Бірақ музыкасы тұр. Сол себептен Дәулеткерей, Дәулеткерейдің арқасында бәр қазақтың музыкасы, бәр қазіргі 5-ші цивилизация сатын музыкасының бір деңгей биік. Ол енді гиперкеңістіктің музыкасы. Біздің дүниесінің музыкасы емес. Ал қалған музыкасы, біздің дүниеміздің музыкасы. Астрал дүниесі. Ал Құрманғазы атамыз нешінші деңгейде тұр екен? Мен қазір айтам. Ол мынау кітапты қойып, мына жерде жатқан қағаздарды алып көрсету керек оны. Сол себебін талай-талай қызық сөздер шықты, аттар да шықты. Міне мынау менің классификациям, қазақ музыкасының классификациясы. Мынау екі қазақты күйлерінің мағынасы, екі ақпарақ қағаз. Қазір мен көрсетейін сендерге. Екі барақ қағаз. Қазақ күйлерінің екі мағынасы, 7 мағынасы. Онда оқып беруге менің шамам бар. Мен оқып берем, таспаға түссін, әйтпесе қағаз кімге жетеді, кім біледі. Бұл екі барақтан бәр қазақтың бұрынғы енді қазақтың музыкасын кеміткен адамдардың бәрінің есі бітшіті шықты бұдан. Мынау дүние жүзі рухани музыкасының классификация деген соған қосымша. 3 барақ, 3 барақ. Кішкене домбыра туралы кітапта жазылған, Ақсарбас туралы.
жай сөзбен, мынау ғылыми жұмыс, Оны зерттеуге де болады, оны сынға салуға да болады. Сонда, мен сендер оқып берейін. Бастан, гиперкеңістікті жалғыстырған композитор, қазақтың композиторы, күйші Дәулеткерей Жігермен. Қалғандары басқа деңгейге түседі. Оның күйлері, қалған күйлері, көп күйлері бар, жүздеген күйлері бар соның сақталған. Ал жетінші мағына ментал дүниесіндегі жетінші орын, жетінші баспалдақ, нағыз биік. Мына жақтан қарайық. Қазанғап көкіл, Ақжелен, Яғастан Себастьян Бах. Ол түсінікті олардың. Хоралы, екінші жетінші сол сапта, екінші төменгі кішкене. Әлекей Қоңырала. Үшінші орында Мемен 17-ші жыл. Мынаумен де деңгей көрсетіледі. Баспалдақтың ішінде. Ал жетінші баспалдақ ментальный дүниесінің төмендеу. Қазақ музыкасының сонда нағыз бірінші 6-шы деңгейде тұратын 6-шы баспалдақта бірінші орында. Соқыришан. Екі күй сақталған Соқыришанның. Одан кейін Сүгір. Енді қосбасары Сүгірдің. Қосбасары. 20-шы ғасырдың енді сол тұрғыны. Содан кейін Тәттімбет Қазанғабылы саржайлауымен. И сол 6-шы деңгейдің, соның төменгі жағы. Құрманғазы Сығырбайұлы. Себебі неден? Оны көтерілген, енді Совет өкіметіне көтерілгені, ол не болған? Революционер болған. Революционер болғаннан кейін орыстармен көп қатынас болды, оның орыстармен. Күйлеріне бәрді көрген. Түрмеден қашқан. Ең бастысы кедей. Кедей ол. Кейін кедей, Лушкин деген Лауышқан күйі бар, Ысқырма деген сонда бәрі сол күйлері. Сонда сол Құрманғазының соны көтеріп, соны нағыз біздің композиторларını көтеріп жіберген сол себебі. Ал классикадағы онда көзқарасы сондай да болған. Нағыз биік орнында Совет өкіметінде Бетховен тұратын. Соната пассионатымен. Оны Ленин сүйетін. Ал Моцарт пен Бах одан төмен тұратыны неге? Олардың музыкасы рухани музыкасы. Бәрі де. Орысша айтқан церковный музыка. Рухани музыкасы. Сол себептен Совет өкіметінің несімен, сынымен, ол төмен тұратын. Мынау рухани жағынан зерттеу жасалған. Соқыришанмен тұрған қасында тұрған Моцарт пен Бетховен екі адам. Шетел музыкасында 7-6 сатқа жеткен музыка жоқ. Енді 5-ші сатқа түсейік, ментал дүниесіндегі музыкасының. Бірінші орында тұр Дина Нұрпейіс қызы. Оған қарсылас Шопен тұр. 5-ші деңгейдің бірінші орында. Оған қарсылас Индияның рага деген рухани музыкасы. Оған талай адамдар қарсы болды. Қасымдағы адамдар да бұлай қарсы болған жоқ, бұлай енді өтініш болды, мен көтеруге болатын шығар. Мен өтім жоқ, менің жолым шындық. Мен шындықтан түссем, мен біттім онда. Мен ғарыштың өкілі болмайым ешқашанда. Онда осының бәрін тек қана өз центріңіздің арқасында. Сонда сол музыканың қалай маған центріме тиіп, мен сондай баға берем. Сол бағадан, центрден. Ол құлақтан емес, ол білімнен емес, ол сезімнен емес. Құдай сақтасын, Құдай сақтады, мен не то, что консерватория, мен нотының қандай екен, осы күнге шейін білмеймін. Қандай несі, күрчегі қандай екенін білмеймін. Қолыма домбыра ұстап, басқа инструмент ұстап, бірдігі шығып көрген жоқ. Сонда мінекей. Мен былай 5-ші деңгейді оқып берейін. Бірінші орында Дина Нұрпейіс қызы тұр. Сосын төмендегі Нұрғиса тұр Тілендиев. Нұрғиса атамыз.
Оған теңдес соның тобында Мағауия Хамзин тұр. Мағауия Хамзин. Хамзин бір күймен көңіл қас. Зеген Сейтек. Басқа композиторларды Бағда бар тағында. Талай музыканттар оны қазір мен олардың орындағанын естіген жоқпын. Зеген баға беруге деңгей қоюға шамам жеткен жоқ. Ал 4-ші орынға белгілі қазақтың күйшіні Төлеген Мембековті қойып қойдым. 4-ші деңгейде. Мүмкін қасында басқа күйшілерді көрген жоқпын, естіген жоқпын. Ал 3-ші сатқа енді белгілі адамдарды қазіргі енді бұрынғы модный болған Секен Тұрысбеков тұр. Сонда өздерін қараңдар. Денемен қарсыластырған Шопен, Нұрғисамен қарсыластырған Лист, Хамзинмен қарсыластырған Гендель, Сейтекпен тұрған қарсылас Мусорский, кейін Гайден, Шуман, Шуберт. Сол 5-ші деңгейдің адамдары. Нұрғисаға мына жерге теңдес тұрған Азербайжанның мақамдары. Жарты сағатта айтатын, зарлап айтатын мақамдары. Ал Төлеген Мембеков кімден қарсы теңдес тұр топта? Брамс, Григ, Чайковский. Чайковский Мусорскийдің төмен. Мені зерттеумен. Ал біздің қазақтар концерт бітірген. Ол үшін тіпті төбелеске дайын. Бәрінен әсіресе бір өспей қалған ғалымымыз бар. Университетте физик. Ол Чайковскийге тіпті құмар. Оны құдай деп санайды. Ал зерттеушілер апаймен, профессормен сөйлескенде дұрыс. Мусорскийдің ол рухани музыкасы. Хованшина деген әсіресе. А Чайковский ол енді кішкене төмендеу адамның несінің бос жерлерінен тиетін музыка деп сөйлейді. Чайковскийдің Вагнер, Прокофьев, а Секен, менің Секенім, Шостаковичпен қасында тұр. Теңдес. Скрябин одан төмен, Шнитке. Мен Скрябин Шниткеден биік көтердім Секенді. Шостакович теңдес оған. Ал шетелден шығыс музыкасының оған теңдес Гамилан, Индонезияның оркестрлері. Оған Гамилан әбден ойнап біткенде олар жынданып, секіріп, өздерін пышақтасып, сөйтіп, бірақ тимейді жүзі пышақтың. Денеңіз, энергия сондай күшті болғанынан. Вот мінеки зерттеу, мынау зерттеу. Бұл қағаз, бұл анау былтыр конференция болды, Сорос арқасында. Бәрі республикаға тарайтын. Бәрі сол конференцияның адамдарына бәріне қолына мынандай қағаздар ұстатылды мынау. Мынау да қазақтың жеті мағынасы. Мынау екі. Мынаусы да қосылып, олай әр делегаттың қолына түсті. Бәрі тарап кетті. Оның арқасында мына жерге айналайын. Оның жалғасы. Мынандай кітап шықты. Кәкімбаева Бағлан деген Павлодарда ғалым бар. Мынандай кітап шықты. Ол менен рұқсат алып, кітаптың бас жерінде мынандай енді қазақтың енді таңбасы болатын шығар алдымызда. Осы таңбаны өзінің кітаптарына осындай таңба қояды. Мынандай Ақсарбайдың кітабының есінен алынған. Мынандай мәдениеттану негіздері деген кітаптар. Ал Ақсарбай кітабының арқасында мынандай докторский диссертация шықты. Мынау. Ол диссертацияның авторы Аязбекова Сабина деген ғалым, доктор, наук қазір. Кітаптың аты «Картина мира этноса» дейді. Қорқыт ата и философия музыки казахов дегенді. Сонда соның ішінде менің кітабының тіпті тарау-тараумен кірді осы кітапқа, осы мына диссертацияға. Ол енді белгілі адам, оның ұстазы, профессорлар, академиктар ішінде жүр. Мына докторский диссертация бірінші.